Достар, сәлем. Көптен бері видео түсірген жоқпын. Мен мына колеско заказ берген, соны распаковка жасап, видеоны салайын дегені қазақша. Өйткені орысшада көп обзорлары ютубта қарауларыңызда болады. Мен өзім каналыма салу үшін түсіріп жатқаным. Бұл колесконы заказ берген себебім, бұл колесконың өлшемі кішкентайлау и самолетта бортқа алып кіре аласыз. Сосын және бір қолмен жинап, бір қолмен ашуға болады. Бір қолында бала болған кезде екінші қолыңызбен ашып жоғыңызға болады. Сол себепті заказ бердім. Қазір ашып қараймыз. Түсі Elephant Grey. Серый түс, былай айтқанда, кішкене сұр түстің кішкене басқашалау, кішкене жасылға қарата кеткен хоккей сияқты болып көрінді маған интернеттен. Былай енді көреміз қазір қандай болып шығатынын. Так, ашқанда мынандай пакетте. Бұның бағасы Стамбулда 7259 лира. Кейбір жерлерде кейбір сайтта 7200 лира, кейбір жерде 7259 лира, кейбір жерде 9000 лира. Сатып отырған магазиніне байланысты. Негізі бұл фирма, итальянская фирма, Инглесина деген фирма итальянский. Колескілер шығарады. Несі теңгемен есептегенде, доллармен есептегенде жазып кетеді. Осы экран үстіне соңғы көрсетеді. Так, ашқанда мынандай Elephant Grey дегенмен обычный сұр түс қой, мынау дейтін. Мындай жасыл емес, сұр түс сияқты болып тұрды. Қазір ашып қараймыз. Видеодан қарағанда как будто хоккейға қарата кеткен сияқты болып, хоккей түске. Бірақ обычный сұр түс екенін қазір қараймыз. Так, ішінен арбаның өзі, колесканың. И мынандай қолы шықты. Мына қолы дейтін. Мына жерге тағылу керек, мен білуімше, обзорда қарағам. Сосын осылай тасисыз чемодан сияқты. И бір қолмен жинап, бортқа алып кіресіз. Кішкентай размері бәрі сол борттың үстінде салатын жері бар ғой, борт самолетте. Жоғарда полкасы. Сол полкаға сиятын қылып жасалған коляска, арба, баланың арбасы. Мұнда екі дөңгелегі бар. Екі дөңгелеген ашқаннан кейін салу керек мүмкін. Сборка жасаймын ғой. Так, мынандай кітап шықты ішінен. Сыртын алдым ручкасының. Мындай кожаная ручка. Жұмсақ, баланың алдында бортик ғой. Жаңан бетіп ашуға болады, ашып баланың алдынан. Сосын бетіп ашқан кейінде, ашылған жоқ әлі пока. Несін салу керекпін, дөңгелеген салу керекпін, сосын ашып қараймыз. Бірақ камерада дейтін как будто сұр, бірақ дейтін на самом деле басқаша түсі кішкене. Олай айтылады. Снекутики. Достар, не жинадым арбаны. Кітаптан бөлек дәждевек жаңбырға қарсы, шыбашеркеге, масаға қарсы сеткасы жоқ. Отдельный заказ өресі бөлек оны. Любой бір нелерді сатады, өздерде бар. Трендиол деген Стамбулда сонда сатады. Аяқ түсіретіні бар. Мына жерде бұлай айзғанда кнопкалері бар. Басасыз, аяғын түсіріп қойыласыз. Отырған кезде сол аяғын тірейтіндей. Не деп айтады мынаны? Аяқ тірейтіні бар да, полчика. Алдындағы дөңгелегі 360 градусқа айналады. Бортик теріден жасалған. Бетіп екі жағы да алынады. Бетіп қойуыңызға болады спокойно да. Бөлек сразу бәрі алынып кетпейді, жоқсын жоғалып қалмайды деген сияқты алып жанына түсіре қойсыз да, балаңызды киіндіріп, шешіндіріп деген сияқты. Сосын кері сала қойсыз. Мына жағда тап солай. Мынау теріден жасалған. Қазір мынау жатқан позицияда тұр. 3 позицияда бар. Жату, жартылай жату, отыру. Сосын белбеуі 5 жерден. Қауіпсіздік белбеуі. Материал матасы өте жақсы, сапалы. Сосын басқа не бар мына жерде. Козерога былай түседі.
Маған ұнағаны кішкентай деп айттым ғой, жаңа айтқандай, ұшаққа саяхаттағанда бортқа алып кіруге болады. Және мына козерог ұнады маған өте, неге десеңіз, баланың тізесіне дейін түседі. Және де защита от ультрафиолета ата. Сосын козерогты былай жинауыңызға болады. Мына жерде замогы бар. Түсіріп қойыңыз, жинап түсіруіңізге болады. Замокты бет жауып тастауыңызға болады. Мына жерінде кішкене терезесі бар. Баланы қарайсыз балаңызды. Жаңа ауалатуға. Бұл арбаның минусы, бала тек көше жақ бетке қараған позицияда бола алады. Мамасына қарама қарсы тұратындай болып өзгерілмейді. Мынау үлкен қыстық арбамыз бар біздің. Ол мысалға мына жерден алынып бүйтіп кері қойылады да, мамасына қарсы көшеге қарап жататындай, мамасына қарап жататындай. Бұл олай болып өзгерілмейді. Осы сол күйінде. Сосын не бар айтатын тағы мында. Материал өте жақсы, өте сапалы. Және мына жерде мынандай окошко бар артында арбаның. Беті пашасы да күн ыстықта балаңызға ауалатуға шезлонг сияқты. Және де кешке мысалы қатты күн болмаса ашып видеом айырылып құптамада бері жазып отырған. Мына жерде көрсетіп отырдым астындағысын, арқасындағы мына матанак терезе кішкентай деп айтуға болады. Жинауыңызға болады. Сосын балаңызды не істеп жатқанын қарауыңызға болады. Сосын кері жинап тастайсыз, осылай жаба қоясыз. Басқа не көрсетемін сізге. Мына жату позициясының мына астында белбеу бар. Соны дейтін былай жинайды екен. Мен оны әлі жинаған жоқпын. Былай жинап болуға болады екен. Так, басқа отыру позициясы да. Енді осыны мен сізге жинап көрсетейін. Бір қолымда бала, бір қолмен жинағанда қалай болатын. Бір қолымда бала бар деген кезде өзім әлі дұрыс үйренген жоқпын. Көреміз. Ашу оңай екен білем. Жабу кішкене түсінкіремей жатырмын да, қалай еді деп көрейік. Былай жинадым. Кішкене бір қолмен жиналғанда екінші қолмен кішкене итеру керек. Бірақ үйреніп кетсеңіз, бір қолмен де жауап ашуға беруге болатын сияқты. Міне, осылай бортқа кіресіз. Бұл размері өлшемі борттың өлшеміне келетін арба. Мынасын бортигін ұшақтың полкасына сыймай жатса, мына бортикті басында көрсеттім ғой, қалай алатында. Мына жерде кнопкасы бар жанында. Астында кнопкасы бар. Екінші жағы солай, соны ашып, мына жерде қалтасына сала қоясы болды. Және мында жерінде мынандай қолы бар ұстайтын. Ұстап өзіңіз сумка ұқсатып қолмен де ұстауыңызға болады, шамадан ұқсат тасымасаңыз. Енді бұны мен бір қолмен ашып көрейін. Мынандай шүкір екен. Жібереміз. Болды. Негізі ашып жабу оңай, уақыт керек, қол үйрену керек. Басқа да видео обзорларды қарауыңызға болады ютубтан, оңай ашылып жабылып жатыр да. Мен просто өзім үйрене алмай жатқан сияқтымын. Көп арбаларды қарадым, көп фирмаларды қарадым. Маған ұнағаны осы болды. Бағасына сай, сапасына сай, функциясына сай. Бугабу, Сайбекс дегендер бар, одан да қымбаттары да бар да. Біреуі өте кішкентай, біреуі бала отыруға іші өте тар деген сияқты. Болмаса, мына түсіретін мына жерде козерогы тоже кішкентай қысқа адам, баланың бетін жауа жаппай ма, мында төр баланың тізесіне дейін жабылады. Сол жаңа минусын жаңа айтып өттім. Бала мамасына қарап жататындай позицияға ауыспайды арба. Осы тіке көше жақ бетке қарап тұрады. Болды.
Қалғаны мына сумкасы да астындағы сыят, баланың аяғын қоятын да бар. Үстінен баланы қарайтын да бар. Мына арқасы да ашылады да, балаға ауа кірсін, жатқан кезде бала не істеп жатыр деп қарап жатуыңызға болады. Ұйықтап отырған кезде бала пока отырмай тұрғанда көбіне жатқызып қоямыз, сонда қарап жүріңізге болады. Сол 3 позициясы бар: жату, жартылай жату және отыру да. Осы жату позициясы болған соң жаңа туған баланы да жатқызуға болады, және баланың 3-4 жасына дейін қолдануға болатын сияқты солай жазылған, 22 килограммға дейін. Егер де сізде осындай болса, жаза өтіңіз комментарийға, ұнай ма ұнамай ма деген сияқты. Маған сыртқы көрінісі, функциясы бәрі ұнады да, қолданған кезде қалай екенін білмеймін. Сізді қолданып жүрсеңіз жаза кетуіңізге болады. Қарағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.